Экрандағы аспалы көпір қабырғаға бекітілген 1000 ньютон өзектен жасалған. Жіпке әрекет ететін күшті айта аламыз ба? Егер өзек өз-өзіне әрекет ететін күштердің әсерінен қозғалмаса, онда олардың күш моменттері тең болуы керек. Өзекке 3 күш әрекет етеді. Бірінші, F2 өзектің ауырлық күші. Бұл күштің бағыты мен шамасы белгілі. Екінші, жіптің өзекке әрекет ететін күші. Оның бағытын ғана білеміз, ал шамасы белгісіз. Үшінші, өзекке қабырға тарапынан әрекет ететін күш. Бұл жағдайда әрекет етуші күштің бағытын да мәнін де білмейміз. 3 күштің екеуін жіктесек, әрі қарай жағдайды бағалау ыңғайлы болады. Суретте көріп тұрғанымыздай, F1X, F1Y және F3X қабырғаға бекітілген нүктеде нөлдік күш моментіне тең. Сондықтан қалған екі күштің моменттері тепе-теңдікте болуы тиіс. Олардың мәні F2 күштің жартысына тең. Сондықтан F3Y 500 ньютонға тең болады. Тік әрекет ететін күштердің жалпы шамасы нөлге тең болуы керек. Яғни F1Y 500 ньютонға тең болуы қажет. Көлденең бағыттағы екі күш бар. Сондықтан олар өз мәндеріне сәйкес болуы тиіс. Егер жіп пен өзек арасындағы бұрыш 30 градусқа тең болса, онда жіпке әсер ететін қорытқы күштің мәні 1000 ньютон болуы қажет.